Ұнамсыз сөзге мұңайма. Біз көбіне біреудің жамандағанына, немесе жай ғана айтқан сынына қапа болып сары уайымға батамыз. Ол соған татый ма? Егер сын пікір бір нәрсеге негізделсе және ол дұрыс болса, онда оның астарында біздің түзелуімізді қалау бар. Сондықтан біз оған разы болуымыз керек. Ал енді, егер бізді жаратқанға мойынсұнып, одан қорқып, тақуалыққа ұмтылып, жақсылық жасауға әрекеттеніп, жақсы істерді шын ықыласпен орындап жүргенімізге қарамай жамандайтын болса, онда бұл бәлкім жамандардың көре алмаушылығы. Ол бізге ешқандай зиян тигізе алмайды. Көбінесе бізді көре алмағандықтан жамандайды. Яғни біз одан қайсы бір жағымызбен асып кетсек, оның оған шыдау өте қиын. Жаратқанның бізге жарылқап берген жақсы нәрсесі үшін, бәлкім ол бізді жамандайды. Мұндай көре алмас, қызғаншақтардың ойынша, біз де сондай жақсылықтарға ие болуымыздың өзі күнә және үлкен қылмыс. Мұндай көре алмастықтан туған жаман сөздер бізге шыбын шаққан құрлы әсер етпеу керек. Сөйлеп жатқан кісіге де, естіп жатқан кісіге де пайда келмейтін бұндай сөздерге құлақ салма, жауап қайтарма. Оған тіпті наразы болмады. Мұндай ақылсыздардың жүзіңді бұрып әкет. Оларға сенің өміріңді уландыруына және бақытыңды бұзуына мүмкіншілік берме. Олардың сөздеріне жауап берем деп, өзіңді пәс қылып, олардың деңгейіне түспе. Жаман өсек-аяң сөздерден жоғары бол. Егер сені жақсы, тақуа және мақтауға лайықты кісілерді жамандауды әдетке айналдырғандар жамандаған болса, онда бұл қайғыратын нәрсе емес. Бұл қуанатын нәрсе.